Қайырлы күн, құрметті мұғалімдер. Педагогика пәнінен аттестацияға арналған тест сұрақтарына талдау жұмыстарын жасайтын боламыз. Олай болса, назарларыңыз экранда болсын. Алғашқы сұрақ. Жазбаша, ауызша, тексеру, практикалық жұмыстар. Жауап нұсқаларына құлақ түрейік. Бақылау түрлері, оқыту кезеңдері, тексеру құралдары, диагностика және бақылау әдістері. Бұл сұрақтың жауабы әрине А нұсқасы, бақылау түрлері. Қайта тәрбиелеу. Тұлғалардың сапаларды дамытуға бағытталған тәрбие түрі, оқу жетістігін қайта бағалау, оқушыны қызықтыру, жаңа тақырыптарды қарастыру, оқушыны сыни ойлауға үйрету, сапасын үнемі қадағалау. Бұл сұрақтың жауабы А нұсқасы, тұлғалық сапаларды дамытуға бағытталған тәрбие түрі. Үшінші сұрақ. Сабақты зерттеу тәсілін жүзеге асырудағы бастапқы кезең. А нұсқасы мұғалімнің материалын жариялау, В нұсқасы сабақты бірлесіп жоспарлау, С нұсқасы зерттеу сабағын жүргізу, Д нұсқасы зерттелетін оқушыны бақылау, Е нұсқасы оқушылармен өткен сабақты талдау. Бұл сұрақтың жауабы В нұсқасы сабақты бірлесіп жоспарлау. Төртінші сұрақ. Сабақты зерттеу lesson study тәсілінде зерттеу сабағы аяқталғаннан кейін жүзеге асатын талдаудың белгіленген құрылымы бойынша кезеңдерінің бірі. Топпен бірлесе сабақтың мақсатын анықтау және дайындау. В. Зерттеу сабағының күтілетін нәтижесін болжамдау, түйінді идеяларды талқылау. Келесі сабақты зерттеуде топпен бірлесе жоспарлау, зерттеуге қажетті әдебиеттерді зерделеу. Бұл сұрақтың жауабы Д нұсқасы, келесі сабақты зерттеуде топпен бірлесе жоспарлау. Бесінші сұрақ. Дарынды балалармен жұмыс жүргізудегі педагогтың міндеті. Сынып сағатын өткізу, баланың бос уақытын қадағалау, достарымен қарым-қатынасын бақылау, дарынды баланың психологиялық ерекшелігіне назар аудару, ата-анасымен байланыс орнату. Бұл сұрақтың жауабы дарынды баланың психологиялық ерекшелігіне назар аудару. Алтыншы сұрақ. Сананы қалыптастыру әдісі. Жарыс, көмектесу, жаттығу, үлгі-өнеге, педагогикалық талап. Бұл сұрақтың жауабы Д нұсқасы, үлгі-өнеге. Жетінші сұрақ. Сұрақ қою оқушының төмендегідей қабілетін арттырады. Сабақты тыңдау, мақсатты айқындау, сын тұрғысынан ойлау, сурет салу, жаттығу орындау. Бұл сұрақтың жауабы сын тұрғысынан ойлау. Сегізінші сұрақ. Сынып жетекшінің оқушыларды зерттеу әдісіне жатады. Бақылау, байқау, жұптық ойын, дедукция, топтық әңгімелесу. Бұл сұрақтың жауабы әрине бақылау. Тоғызыншы сұрақ. Мақсатты ұйымдастырылған педагогтар мен балалардың өзара іс-әрекеттері. Оқыту үдерісі, тәрбиелік үдеріс, қарым-қатынасын орнату, сыныптан тыс жұмыстар, тәрбие түрлері. Бұл сұрақтың жауабы оқыту үдерісі. 10-шы сұрақ. Қазақстанда модульдік оқыту технологиясын қарастырған кім? Жампиисова, Бесфалько, Скаткин, Давидов, Қарай. Бұл сұрақтың жауабы Жампиисова. 11-ші сұрақ. Дидактика терминін алғаш қолданған педагог. Шаталов, Радке, Коменский, Чашский, Грузик. Бұл сұрақтың жауабы В нұсқасы, Радке. Сабақтың оқу мақсатын қалыптастыруда қойылатын сұрақтардың бірі. Тақырыпты меңгертуге қандай тәсілдер қолдану керек? Оқушылар қандай мәселелерді зерттеп талдаулары керек? Оқушылардың жеткен жетістіктері қалай бағалану керек? Оқу нәтижелері не себепті оқушыға бағытталуы керек?
оқушыларға қандай қосымша материал ұсыну керек? 12-ші сұрақтың жауабы: В нұсқасы оқушылар қандай мәселелерді зерттеп, талдаулары керек? 13-ші сұрақ: әңгімелесу әдісі, топтық әдіс, шығармашылық әдіс, тиімді әдіс, жаңа әдіс, оқытудың диалогтік әдісі. Бұл сұрақтың жауабы Е нұсқасы: оқытудың диалогтік әдісі. 14-ші сұрақ: оқу процесінің қозғаушы күші, оқушылардың іс-әрекеті, кері байланыс, мұғалімнің интеллектуалдық қабілеттілігі, оқу міндеттері мен білім деңгейлері арасындағы қарама-қайшылықтар, мұғалімнің ерікті сапалары, оқушылардың дағдыны меңгеру қажеттілігін түсіну. 14-ші сұрақтың жауабы С нұсқасы: оқу міндеттері мен білім деңгейлері арасындағы қарама-қайшылықтар. 15-ші сұрақ: дарын ең үздік мүмкіндік қабілеттіліктің жоғарғы сатысы, дамудың жоғары дәрежесі, тұлғаның өзіндік ерекшелігі, интеллектуалдық қабілеттінің болуы, өзінің бойындағы жеке ерекшеліктерін көрсете білмеу. Бұл сұрақтың жауабы А нұсқасы: ең үздік мүмкіндік қабілеттіліктің жоғары сатысы әрине дарын деп аталады екен. 16-шы сұрақ: адамдардың лайықты істері үшін ынталандыру, лайықсыз қылықтарын елемеу немесе қолдану. А. Моральдық тәрбиелік, Б. Гуманистік өнегелік, С. Тәжірибелік зейіндік, Д. Оперантты шарттылық, Е. Қоғамдық реттеушілік. Бұл сұрақтың жауабы әрине Д нұсқасы: оперантты шарттылық. 17-ші сұрақ: оқушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын, қандай бағытта даму керек екендігін анықтайтын үдеріс. Жиынтық бағалау, оқуды бағалау, оқу үшін бағалау, тоқсандық бағалау, жылдық бағалау. Бұл сұрақтың жауабы С нұсқасы: оқу үшін бағалау. 18-ші сұрақ: бәсекелестікке құрылғандықтан топ ортақ шешімге келе алмайтын әңгіме түрі. Реттелген әңгіме, кумулятивтік әңгіме, әңгіме дебат, дамытушы әңгіме, зерттеушілік әңгіме. Жауабы әңгіме дебат. 19-ші сұрақ: көпіршелер тұрғызу метафорасы бойынша оқушының дамуындағы ересек адамның рөлі. Баланың оқу әрекеттерін бақылауы, оқудың дамуы үшін қолдауы, оқушының оқуының дамуын бағалауы, кез келген әрекетіне сәйкес бағалауы, оқу әрекеттерін бақылауы, жауап беруі. Бұл сұрақтың жауабы әрине В нұсқасы: оқудың дамуы үшін қолдауы. 20-шы сұрақ: оқу мен оқыту теориясын зерттейтін ғылым. Тәрбие теориясы, этнопедагогика, дидактика, психология, виктимология. Бұл сұрақтың жауабы С нұсқасы: дидактика. Осымен мұғалімдер аттестацияға арналған педагогика пәнінен тесттерді талдап болдық. Менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта тағы да тесттерді талдайтын боламыз. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, сіздерге менің салған видеоларым бірінші болып көрінеді.